Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте дәмді және пайдалы витаминка салатының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салат витаминка деп аталуының себебі адамға қажетті нағыз витаминдерден жасалынады. Салатқа қажет заттар: қара мейіз, кукурузный хлопья, грек жаңғағы, консервіленген жүгері және консервіленген ананас қажет. Сонымен қатар асылған қызылша және салат жапырақтары керек. Ең алдымен грек жаңғағымыз бен мейізімізді алдын ала 2-3 сағат суға қойып қоямыз. Сол кезде грек жаңғағымыз әбден тазарып, жұп-жұмсақ боп турауға ыңғайлы болады. Грек жаңғағы жуылған суға назар аударсақ, өте лас, ал грек жаңғақтарымыз тап-таза болды. Дәл солай әбден жұмсарған, жуылған мейізімізді ыдысымызға салып аламыз. Осы ретте кукурузный хлопья таңдағанымызда мынандай медовый хлопья деген таңдаңыз. Сол кезде салатыңыз өте тәтті болады. Консервіленген ананастың осындай бөлінген дайын түрін алсаңыздар болады. Ал енді салатымызды дайындауға кірісек, ең бірінші асылған қызылшамызды майдалап көбік қып тураймыз. Туралған қызылшаларымызды арнайы үлкен ыдысқа саламыз. Келесі видеода көрсетілгендей өте ұсақтап грек жаңғақтарын тураймыз. Грек жаңғақтары 2-3 сағат суда тұрғаннан кейін турауға өте ыңғайлы болады. Содан кейін қара мейіздерімізді видеода көрсетілгендей 2-3 бөліктерге бөліп ұсақтап тураймыз. Келесі консервіленген ананасымызды ұсақтап турап аламыз. Ең соңында салат жапырақтарын видеода көрсетілгендей 4 бұрышты үлкендеу қып тураймыз. Ал енді барлық ингредиенттерді біріктіріп үлкен бір ыдысқа саламыз. Мен жүгеріден, грек жаңғағынан, мейізден және кукурузный хлопьядан бетіне әсемдеуге кішкене алып қаламын. Салаттың бетіне тек кукурузный хлопьяны сеуіп қойса, ол да өте әдемі көрінеді. Ең соңынан салатымызға майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз қосуды ұмытпаңыздар. Біздің салатымыз дайын, сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осындай салат жапырақтарын астына салып қоямын. Қалауларыңыз бойынша әсемдеп, бетіне тек кукурузный хлопья сепсеңіздер болады, немесе жүгері, грек жаңғағы және мейізді қосып сепсеңіздер болады. Міне біздің витаминка деп аталатын дәмі өте ерекше салатымыз дайын болды. Бұл салаттың дәмін татқан адамдар міндетті түрде рецептін сұрайтын болады. Құрамы тәтті қызылшадан, тәтті консервіленген ананастан және жүгеріден болса, сонымен қатар жегенде аузыңда кукурузный хлопья ғырт-ғырт етіп, грек жаңғағы гырт-гырт етіп, қара мейіз де ерекше дәм беріп тұрады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, бұл салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айзат Мұсагуловадан пайдалы кеңестер каналы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.